80% деп айтайын мүмкін, иә, мүмкін бір енді нақты білмеймін, бірақ дегенмен 60-70-80% оқушы өз қалталарынан ақша төлеп оқу орталықтарына барып грант иегері болуды көздейді. Бұл жерде енді көп қазір адам сонда мектеп не үшін керек, мектептің қызметі қандай егер оқуға түспесе деген бір сұрақтарды қойып жүр. Маған да, мүмкін сізге де шығар. Осы тұрғыдан не айтасыз? Бұл күшті сұрақ. Бұны сын ретінде айтып жүрген ата-аналар да көбейген. Сонда балам не үшін мектепте оқыды, не үшін онда мен сіздерге ақша төлеуім керек деп. Бұл жерде біз білім деген нәрсенің не екенін жақсы түсінуіміз керек те. Бұл күрделі ұғым, білім деген нәрсе. Бұл тек қана мектеппен толығымен қамтылмайды. Бұл бірінші мәселе. Бұл жерде мен бір шындықты айтайын ба, біз енді коммерциялық ұйымбыз ғой. Біз ата-анадан ақша алып баласын оқытамыз. Ал сіздерге мектепке тегін оқиды. Тегіннің қадірі болмайды. Бұл екеуі екі мәселе. Және бұл жерде біз көбінесе білім бергеннен емес, біз оның баласын қадағалағаннан ақша аламыз. Түсініңіз бе? Сіз балаңызды үйде қадағалай алмайсыз, сосын амал жоқ біздіге алып келесіз. Негемесе баланың өзін қадағалағанында, негізі ол да мектептен алатын еді. Бұл жерде жауапкершілікті негізі мектепке артатты. Сосын мектеп оны әрқайсысын жеке-жеке қадағаламайды. Қолыңызды алып қойыңызшы мына жерде. Бұл жерде енді шындық солай. Өте дұрыс айтып отырсыз, ағай. Керемет жауап. Себебі жаңағы мектеп берген білімді егер ата-ана үйде қадағаласа да ол грантқа түсіреді деп айтқыңыз келіп тұр ғой. Өте дұрыс айтасыз.